исламның асыл мақсаттары бар. Дінді сақтау, адам өмірін сақтау, ар намысты сақтау, текті сақтау, мал мүлікті сақтау деген секілді адам өміріне өте маңызды асыл құндылықтар мен қасиеттер бар. Ислам оны кез келген хақтан сақтау керек бірінші очередь. Сондықтан бұл жердегі адам өмірін сақтау өте маңызды. Жаугершілік заман болса, егер еліңе, жеріңе егер жау шабатын болса, ол ислам парыз қылады отаныңды қорғау. Парыз. Бірақ бұл жерде бір нәрсені айта кетейін. Теориясын. Адам өз-өзімен күресу, жихаду нафс фарз айн, ал қарулы жихад фарз кифая. Белгілі бір адамдардың мойнына. Адам өз-өзін тәрбиелеу, өз-өзін жамандықтан сақтап, жақсылыққа әрдайым өз-өзімен күресу парыз айн. Әйелге, еркекке, бәріне. Қазіргі лудомания, неше түрлі жаман дүниелерге тартуы мүмкін. Сол кезде сен өзің тәрбиелеп, өз-өзің сақтап отыру керексің ғой. Бұл парыз айн. Қазір қоғамда бізде әскер барады, жаңа айтқандай әскерге барады. Сол әскерге барғандар ертең орындаса, басқа мына жақта халық бар ғой, мұғалім жүр, дәрігер жүр, басқалар. Олардың да мойнынан түседі.